Бүгін біз Grantal платформасына қалай кіру және тіркелу бойынша туториал жүргіземіз. Бірінші браузерге Grantal.kz деп жазамыз. Одан кейін бізге бұл аккаунтқа кіру керек. Аккаунт құрастыру өте қарапайым. Мысалға біздің кез келген браузерде Google арқылы кіру бар. Мына жерде өзіңіздің почтаңыз тұрады. Осыны басасыз. Сосын сізді растайды. Сіздің аккаунтыңыз, сіздегі Google почтаңыз бар екен, ол автомат түрде кіріп кетесіз. Содан кейін бізде бірнеше функция бар. Сынақ тест функциясын басамыз. Сатып алуды басамыз. Промокод енгізіңіз. Егер сізде промокод болмаса, сіз маған WhatsApp-қа жазсаңыз, мен сізге промокодты жібере аламын. Ал енді промокод WhatsApp-қа өту, ол WhatsApp бизнеске ссылка кетіп қалады. Ал енді промокод. Менде дайын промокод бар. Осы промокодты қазір міне енгізем. Промокод белсендендірілді. Енді өтуді басамыз. Міне 36 сұрақ. Қазақ және орыс тілін таңдай аласыз. Міне автоматты түрде мен мысалға 1 мен 2-нің біреуін талдай берем. Міндетті түрде 2 жауаптың біреуін таңдау керек. Міне автоматты түрде кете береді. Келесі сұрақ өздігінен ашылады. Қанша сұраққа жауап бергеніңіз осы жақтан. Сұрақтарды және бұл жерде сізде 10 минут уақыттың ішінде бәрін жауап беріп болуыңыз керек. Терең ойланып керек жоқ. Интуицияңызға бірінші келген жауапты оқисыз. Төмендегі таңдаудың біреуі сізге сәйкес келеді. Сол екі таңдаудың бірін таңдайсыз. Бұл жерде мына текст өзгермейді, тек қана жауаптың нұсқалары ғана өзгереді. Бұл тест психометрикалық тесттер сіздің неге қызығушылығыңызды анықтауға көмектеседі. Мен мысалға сіздерге көрсету үшін белгілеп жатырмын. Мысалға сізде кейбір сұрақта жауабыңыз болмауы мүмкін, оны өткете аласыз. Өйткені кейбір екі таңдауда сізге сәйкес келмеуі мүмкін. Тапсыру. Енді сізде осындай қызметтердің түрлері шықты. Репорт жүктеп алу үшін профильде тұрады. Профильде мысалы жүктеу батырмасын басамыз. Сізде міне профтестіңіз дайын. Сіздің бұл жерде күшті жақтарыңызды көрсетеді. Сізге сәйкес келетін мамандықтар тізімін шығарып береді. Бейсаналық ойлау функцияларыңызды, кризистік жағдайлардағы күйіңізді толық сипаттап беретін психометрикалық тест. Ол міне сіздің репортта жеке профиліңізде өстіп репорттарыңыз сақталып тұрады. Негізі біз өзіңіздің данныйларыңызды енгізгеніңізді қалаймыз. Енгізсеңіз, біз сізге персональный кері байланыс бере алатындай. Яқты өзгеріс енгізіп қойсаңыз болады. Туған күніңіз, сыныбыңыз, бүкіл данныйларыңыз жазсаңыз. Осымен біздің неміз аяқталды.